Бұдан былай 16 жасқа толмаған жасөспірімдер мешітке өз бетімен кіре алмауы мүмкін. Өйткені деструктивті діни ағымдарға алаңдаушылық танытқан ата-аналардың саны артқан. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Дін істері комитетінің төрағасы Еркін Оңғаров діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңына өзгерістер енгізу мәселесіне қатысты өткен жиында айтты. Еліміздің дін істері комитеті жасөспірімдердің діни салт жоралғыларға қатысуына тыйым салуды ұсынуда. 16 жасқа дейінгі балалардың діни орындарға ата-анасымен немесе заңды қамқоршысымен бірге баруын заңмен бекітпек. Сондай-ақ діни орындардан тыс жерлерде имамдардың қатысуымен некесін қиятындарды енді заңмен жауапқа тартпақ. Сонымен қатар жиында екі жұп ажырасқанда да діни орындарға бару қажеттігі айтылды. Өйткені қоғамда белең алған бұл мәселеде көбіне әйелдер қауымы жапа шегеді. Яғни баласымен бірге асыраушысынан айырылған әйел өзінің қамқоршылыққа аламын деген келесі бір еркекке тұрмысқа шығады. С общественностью обсуждали различным образом этот вопрос, но мы знаем. Неке қиюды растайтын құжатсыз діни ұйымдар некені қимайды. Бұл туралы қоғаммен талқылаған болатынбыз. Шіркеуде мұндай әдіс бұрыннан бар екенін білеміз. Егер заңды тұрғыда құжат берілмесе, неке қию рәсімін өткізуге рұқсат берілмейді. Басқа да діни бірлестіктер бұл тәсілді қолдайды. Сондықтан келесіден нормаларды енгізуді жөн көрдік. Яғни оған сай енді беймәдени ұйымдарда неке қию рәсімін өткізуге тыйым салынады. Жиында айтылған тағы бір мәселе Дамбы ауылында деструктивті діни ағымды ұстанатындар көбейген. Атырау селолық округінің имамы Самат Өскенбаевтың айтуынша, олардың мектеп жасындағы балалармен бірге оқитын діни қызметкерлердің балалары жиі сөзге келіп қалады екен. Салдарынан оқушылар жиі төбелеседі. Бұл мәселені көтерген ауыл имамы құзырлы органдардан мемлекеттік деңгейде шешіп беруді өтінді. Қазіргі мені мазайтын бір мәселе ол мына ағымдардың, деструктивті ағымдардың көбеюі. Соның ішінде мен тұрған жерімде, Дамы деген жерде Қадай деген ағымдардың мазайы. Менің үй ішімде, семьямда, балдарым бар 9 бала. 9 балам да мектепке барады. Ол 9 балама мысалға тиісу әлімге дейін. Балдарын жүргізбеу. Сен имамның баласысың, бидағатшысың деген сияқты. Үкіметтен біргесің, тағуттың несіне бағынасың деп әлімге дейін жүріп жатыр. Ол балдарды оның әке-шешелері үйретеді. Олармен ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ, былай айтқанда. Я думаю, что особенно мы органы внутренних дел наделяем возможностью, во-первых, профилактические мероприятия. Заң жүзінде деструктивті ұйымдарға қарсы профилактикалық шараларды ұйымдастыруға, оларды криминалдық есепке алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар шетелде білімін жетілдіремін деп өзге елімді бүгінгі қоғамға әкелетіндерге талап күшейетіндігі де сөз болды. Ал еліміздегі діни жоғарғы оқу орындары әлі де жетілдірілмек. Заңнамаға енетін өзгерістер қара жамылып бетті тұмшалауға тыйым салады. Жалпы жаңартылған заңнаманың 2 кодексі мен 17 заңнамаға 60-қа жуық өзгеріс енеді. Бүгінгі кезде парламент мәжілісінде енгізілді. Осы жылдың аяғына дейін өз күшіне енсе, игі істер көптеген шараларымызды ары қарай атқарамыз деген ойдамыз. Мамандар әлем елдері бас ауыртып отырған қазіргі уақыттың өзекті проблемасы радикалдану үрдісінен қазақ қоғамын арылтуды көздейді. Осы орайда алдағы уақытта халықты діни ақпараттандыру бағытында бірқатар шара да қолға алынбақ. Индира Мерекенқызы, Аслан Жеңісұлы, Өнербек Жаңабай, жаңалықтар қызметі.